Сәлем қыздар, бүгінгі сабағымызда комбинезон тоқып үйренеміз. Мына комбинезонды мен 3 пен 6 ай аралығындағы балаға арнап тоқимын. Ал сабағымызды бастамас бұрын лайк қойып подписка жасаңыздар. Комбинезонды 2 жіпті біріктіріп тоқимын. Маған осы комбинезонға 5 жіп кетті. Және де мынандай спицы номер 5 спицадан 2 қажет болады. Бұның лескасы 80 см болу керек, ұзын болған дұрыс. Және де маркерден 1-2 штук қажет болады. Тоқыманы балағынан бастаймыз. Бір спицеге 28 жіп теріп аламыз. Видеода көрсеткендей 28 жібімізді былай 2-ге бөліп алдық. 14-14-тен. Енді бір оң бір теріс қылып айландырып, круговығып тоқимыз. Мына жіптің ұшын кесіп тастамаймыз. Осы жіппен келесі қатарға ауысып отырғанымызды байқаймыз. Комбинезонды сол аяғынан бастаймыз. Және де мына резинканың ұзындығын бір 6-7 сантиметрдей тоқимыз. Бұл манжеті болады. Солай тоқымамыз жалғастырамыз. 1-2 қатар кішкене қиындау болады. Тоқылып соң бейімделіп кетесіздер. Неге 6 сантиметр резинкасын тоқып алдым. Енді жіп қосамыз. Неге бірінші жібімізді оң қылып тоқимыз, екіншісін теріс, үшіншісіне накид жасаймыз. Солай 2 жіп тоқып, үшіншісіне накид жасап отырамыз. Алдынан 6 жіп қосып алуымыз керек, және артынан 6 жіп қосып алуымыз керек. Солай толығымен спицемізді 40 жіп болу керек. Жіптерімізді қосып алдық. Енді бұл алды болады. Мына жіптен біліп отырамыз. Келесі қатарға ауысып отырғанымыз. Бұл алды. Алдынан узор саламыз. Мынау арты. Артын жай оң теріс қана тоқып отырамыз. Енді бұл қатарды теріс тоқимыз. Артын толығымен теріс тоқып шығамыз.
Алдына алды 4 жіп теріс тоқимыз. Біздің өрмеміз 12 жіптен болады, косичкамыз. Сондықтан 4 жіп тоқып аламыз. Теріс 12 жіпті оң қылып тоқимыз. 4 жіпті теріс тоқимыз. Екінші қатарды оң қылып тоқимыз. Барлық жіпті оң қылып тоқимыз. Үшінші қатарды теріс қылып тоқимыз. Тек 12 жіптен тұратын өрмені оң қылып тоқимыз. Төртінші қатарды толығымен оң қылып тоқып шығамыз. Бесінші қатарда барлығын теріс тоқимыз, тек узордағы 12 жіпті оң қылып тоқимыз. Алтыншы қатардың арт жағынан оң қылып тоқимыз, алдынан узор саламыз.
Енді 4 жіпті 10 қылып тоқимыз. Міне 4 жіпімізді тоқып алдық. Енді мына жерден қазір узор салып бастаймыз. Мына 4 жіппен, мына 4 жіп 8 жіпті специядан шығарып аламыз. Мына 4 жіпті видеода көрсеткендей мына специяға іліп, мынаны былай мына специяға іліп аламыз. Енді мына артындағы жіпті алдына жібереміз. Артындағы 4 жіпті алдына жібереміз. Міне осылай өрмемізді, узорымызды осылай бастаймыз. Енді барлығын 10 қылып тоқимыз. Міне узорымызды былай бастадық. Енді келесі өрмемізді тағы 6 қатар тоққаннан кейін саламыз. Ол үшін шатасы кетпес үшін жерге маркер іліп қоямыз. Осы маркерден есептейміз ендігі 6 қатарды. Бес қатар тоқып алдық. 6-шы қатарда, міне енді 6-шысын тоқып жатырмыз. 6-шы қатарда узор салып бастаймыз. Әр 6-шы қатарда узор салып отырамыз. Міне 4 оңды тоқимыз. Узордың 4 жібін оң қылып тоқимыз. Қалған 8 жіптен қазір узор жасаймыз. Өрме жасаймыз. Алдындағы көрсеткендей 4 жіпті, алдыңғы 4 жіпті артына жібереміз де, соңғы 4 жіпті алдына тоқимыз. Міне узор бойынша өрмемізді өріп алдық. Енді маркерімізді мына жерге іліп қоямыз. Келесі 6 қатар тоқығанда шатасып кетпес үшін есептеп отырамыз 6 қатар сайын. Енді солай узорымызды жалғастыра береміз. Әр 6-шы қатарда узор салып отырамыз. Кезек-кезекпен мына алдыңғы 4 жіпті біріншіден кейін мына ортасынан бастаймыз. Солай өріп отырамыз. Бізге бар қажеті 35 қатар болу керек. Енді келесі балағын тоқимыз. Мына оң балағында узорды алдынан салып отырамыз. Арт жағын оң теріс қылып тоқимыз, алдын узор қыламыз. Алдын ала қосатын жіптерді қосып алдық видеодағыдай. Енді мына 4 жіпті теріс тоқимыз да, 12 жіпті оң қылып тоқимыз. Сосын 4 жіпті теріс тоқимыз. Арт жағын толығымен теріс тоқимыз. Солай узорларымызды жалғастырамыз.
Мына 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Міне 6-шы қатарда узор саламыз. 4 жіпімізді оң қылып тоқимыз. Мына 4 жіпті де оң қылып тоқимыз. 8 жіптен өрме жасаймыз. 8 жіпті спициядан шығарып аламыз да 4 жібін алдыңғы 4 жіпті артқа жіберіп, сол артындағы 4 жіпті алдына жібереміз. Осылай қазір узор саламыз. Узорымыз тоқып алдық. Енді мына 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Енді мына жерге маркер іліп қоямыз. Енді келесі 6 қатардан кейін тағы узор саламыз. 6-шы қатар 4 оң қылып тоқимыз. Енді 12 жібімізден узорымызды тоқимыз. 8 жіпті спициядан шығарып аламыз да, ортасындағы 4 жіпті артына жіберіп, мына алдыңғы 4 жіпті артына жібереміз да, артындағыны алдына жібереміз. Солай мінекей узорымыз, осылай тоқимыз, барлығын оң қылып тоқимыз. Әр 6-шы қатарда узор салып отырамыз. Солай кезек-кезек 35 қатар болғанша тоқимыз. Осы балағы. Оң аяғындағы балағын тоқып алдық керек ұзындыққа дейін. Енді мына оң аяғындағы мен сол аяғын біріктіруіміз керек. Ол үшін оң аяғының балағын оң қылып тоқимыз да, екінші балағына қосамыз. Мына жерден узор салынады. Қазір 6 қатар тоқылды. Қазір узорын салып аламыз да, екінші балағына қосамыз. Оң балағын енді сол аяғындағы балағымен біріктіреміз. Ол үшін міне осы жіппен келесі сол аяғын біріктіреміз. Сонда сол аяғындағы жіпті кесіп тастаймыз да, оң аяғының балағының жібімен тоқымамызды жалғастырамыз.
4 жібімізді 10 қылып тоқимыз. Және мына жерге де узорымызды саламыз. Солай узорымызды жалғастыра береміз. Екеуінің екі жағын бірдей салып отырамыз. Маркерімізді іліп қоямыз. Мінекей. Енді мына 4 жібімізді 10 қылып тоқимыз да, қалған 8 жіптен өрме жасаймыз. Босаған специяңызды алып тастаймыз. Бұл пока қажеті жоқ бұл специяның. Енді мына сол балағының жібін кесіп тастаймыз. Кішкене ұзынырақ кесеміз. Өйткені мына екі ортасын тігеміз тағы да алды. Мына жерге түйменің орнына 5 жіп қосып аламыз. Бес жібімізді теріп алдық. Енді теріс жағын тоқимыз. Мына бірінші жібімізді тоқымай іліп аламыз. Қалған барлығын 10 қылып тоқимыз. Тек узорды ғана теріс жағынан теріс, оң жағынан 10 қылып тоқимыз. Енді келесі кезекте денесін тоқимыз. Ол үшін барлығын теріс қылып тоқимыз. Мына жерде кішкене ыңғайсыздау болады. Бірағында 1-2 қатардан кейін бейімделіп кетесіздер. Осы бір специямен денесін тоқи береміз. Бұл жерден де қазір 5 жіп қосып аламыз түйменің орнына. Алдыңғыдай тура солай 5 жіп қосамыз. Бірінші жібін тоқымай түсіріп аламыз. Қалғандарын барлығын 10 қылып тоқимыз. Солай тоқымамызды жалғастыра береміз.
8 қатар тоқып алдым. Енді түйменің орнын жасаймыз. Ол үшін бірінші жіпті тоқымай түсіріп аламыз да, екіншісін тоқып, мына жерден накид жасаймыз. Үшіншісінде мына төртінші, бесінші жіпті осылай қысқартамыз. Қалған тура узор бойынша тоқи береміз барлығын оң қылып. Теріс жағынан жәнегі накидімізді оң қылып тоқып кетеміз. Әр 16-шы қатарда түйменің орнын саламыз. Солай жеңіне дейін 4 түйменің орны болу керек. Солай дейін тоқи береміз. Қажетті ұзындыққа дейін тоқып алдық. Түйменің 4 орнын қалдырдық. Енді жеңін тоқитын орын қалдырамыз. Ол үшін мына алды мен арқасын бөліп алу керек. Солай жең шығаратындай орын қалдырамыз. Комбинезонның денесі толығымен 90 жіп болды. Енді осыны алдына 27 жіптен қалдырамыз. Арқасына 36 жіп қалдырамыз. Тоқымамызын тек мына алдын ғана тоқимыз. Оң жағын оң, теріс жағын теріс қылып, солай 22 қатар тоқимыз. 16-шы қатарда түйме салатын орынды жасаймыз. Және де жіп мына түйме салатын жағымен аяқталу керек. Жиырма екі қатарымызды тоқып алдық. Енді мына тоқып отырған жібімізді кесіп тастамаймыз. Ол осы бас жағынан аяқталу керек. Осы жібімізбен капюшонды жалғастырамыз. Келесі кезекте енді арқасын тоқимыз. Арқасын оң иығынан бастап тоқимыз. Бір оң бір теріс қылып 22 қатар тоқимыз. Тоқып отырған жібімізді мінекей кесіп тастамаймыз. Қазір осы жіппен иығын тігеміз. Арқасын тоқып алдық. Енді оң жағындағы иығының қазір иығын жабатын боламыз. Ол үшін теріс айландырып, видеода көрсеткендей крючокпен жабамыз. Сонда тігіс ішінен қалу керек болады. Бір иығын жауып алдық. Спицемізді мына алдыңғы жағында 13 жіп қалды. Енді тура солай
екінші иығында тоқып аламыз да, тура солай 13 жіп қалғанша мына алдында солай жабамыз. Екінші иығында жауып алдық. Мына жіпті кесіп тастаймыз. Бұл жіптің енді қажеті болмайды. Міне толығымен тоқып алдық денесін. Енді келесі бөлімде капюшоны мен жеңін тоқимыз, және де құлағын қалай тігу керек екенін көрсететін боламын. Ал сабақтарым ұнап жатса, лайк қойып кетсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Келесі бөлімде кездескенше.